Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге мектептегі кезеңді бағалауды бастауды көрсетпекпін. Ол үшін мектеп әкімшісінің атынан, яғни админнің атынан кіреміз. Білімленді деген сызықты бассақ, мониторинг деген шығып тұрады. Осы мониторингтің ішінен пәндердің қорытылуы дегенді басамыз. Осы жерде кезеңдік бағалауды бастауды басамыз. Бұл кезеңдік бағалауды бастамас бұрын сіздер оқушыларды мектептен шығаратындарыңыз болса шығарып, қосатындарды қосып, сынып немесе топтардың арасында ауыстырулар болса соларды орындап алуларыңыз қажет. Біз кезеңді бағалауды бастаған соң сізге бұл операциялар қолжетімсіз болып қалады. Я деген басамыз. Басқан соң көрінсе ма, осылай бет ашылады. Бірінші кезең бізде жасалынып жатыр. Осылай ашық тұрған сыныптың журналына кіріп, ашық журналды бәрін жауып шықсақ та болады, немесе пән мұғалімдері журналды жапса, жабық деп бірден сізге көрініп тұрады. Назарларыңызға рахмет.